Күн шерфіңіз қайырлы олсын. Бүгін августның 12-сі ве Қырым-Ижғалының 897 күні. Эфирде заман. Бақчысарай шерінде 6-й қасабасының Фиданлар соқағында Рифат Мазаловның евінде тентюф кечірілді. Селялы инсанлар мақсус арабаларында келіп, яқын территорияларыны блок етті. Рифат Мазаловны бір шей анлатмайып, Бақчысарайның милиция идаресіне алып кеттілер. Шаатлар бұны видеоға чықардылар, ОМОН хадимлері видеоны селмекні талап етті. Құқық қорғаушылар, саясатшы ве экспертлер пакет яровой қанунның қабул етілмесінден сон ве терактны тешкил етмек ұмтылуындан сон Ярмадада репрессияларының яны далғасы башлайжығы тахмин етіле. Қырымда террористлерні насыл қыдыралар. Бүгін саба Русия арбейлері Ички районның уражайны көйінден Ахмеджеттіке Ахтем Чигознын махкемесіне yol алған фальжилерінің арабасыны тоқтаттылар. Көйден шыққан yolны КамАЗ қапатқан, есе yol кенарында селялы инсанлар ятайды. Селянен инсанларыны қорқытып машинадан чықармаға мечбур еткенлер. Оларының жеп телефонларыны алып, весиқаларыны тешкергенлер. Ахтем Чигознын іші бойынша махкеме ярым саатқа кеч башланды. Топлашув видеоконференция шеклінде кече, Чигоз махкеме топлашуында дистанцион шеклінде иштирах еткеніне бахмадан хавсызлық себесіне куветлештірділер. Чигоз бах кефетіне шекетете ве прокурорның незакетсіз лафлары үшін оның денештірілмесі ақында білдірді. Украина хавсызлық қызметі ижғалетілген Қырым ве Донбассының сыныр районларында террористик телекенің қырмызы севеге еткенini белгіледі. Хавсызлық қызметінің матбуат қызметі білдіргеніне көре базы регионларда бұ эсасен Русия яда ижғалетілген территориялар или сынырларда сары севелі түлеке тайынленді. Бұ Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков ве Чернигов вилетлері. Дигер вилетлер үшін телекенің мавы яда бо севелерді олған белгіленді. Қырымда яқаланған екінші диверсантның ады белі олды. Бұ Захте Андрей Романовичтір. Кезлевді яша ярым елавелсі Москва янда яшап құручылық тақымның ребері еді. Қырымда құручылық сымырашларыны қабул етейді. 40 яшында евле бір баласы бар. Шымды о Ахмеджетінің сизосында бұлына. Русия тыш ішлер назерлігінің мәліматына көре Захтей панов кеби изатлар бере. Русия ФСБ қызметі яқаланған Украина ватандашы Евгений Пановнин япылған сорав вақтындаки видеоны дәрчетті. Панов ижғалетілген Қырымда дағытуф тәдбірлерінің тешкил етілмесінде иштирах еткенini таны, видеода о диверсион тақымы азаларының адларыны ве оларының арби унванларыны белгілей. Бұннен берабер о патла фалеті не ерде сақланғаныны ақында айта. Пановдан баш штаб Векешев баш идаресінің планлары ақында сораштырайдылер. 2014 сенесінің майыс айында бойлеки бизатларыны Олег Сенцовның террористик тақымы азасы Геннадий Афанасьев бергенini қатырлатмақ істейм. Ростов махкемесінде Геннадий Афанасьев оны Русия ФСБ хадимлері қиынап керекли изатлар бермеге мечбур еткенлерін айта. Мне была поставлена задача прибыть в город Армянск для эвакуации части группы после выполнения задачи, где я был задержан сотрудниками ФСБ России. Какова роль Главного управления разведки Министерства обороны Украины в данной операции? Насколько мне известно, данная операция была спланирована Главным управлением разведки Украины, Министерства обороны Украины, и с помощью кадровых и агентурных сотрудников, которые назывались ранее. Я осознавал риск этого мероприятия, но по моей информации должна была совершен быть подрыв военной техники вооруженных сил Российской Федерации. Түневін Бақчысарайда Эрвин Ибрагимов тезже қайтарылмасына бағышланған дуа кечерілді. Мерасимге 50-ге яқын инсан келді.
Бахчысарай шерінде майыс 24-нде ақшам Бүтін Дүния Қырым-Татар Конгрессінің Иджра комитет азасы, Бахчысарай шер шурасының сабық депутаты ве региональ межлис азасы ГИБДД урбаларында олған шахыслар тарафындан хырсызлағаныны хатırlatмақ істейміз. Бұл незарет камералар вастасынен избат етілі. Эрвин Ибрагимов Бүтін Русияде қыдыруға илан етілді. Ләкин бүгінгі күнге же ич бір малюмат жоқ. سمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما Русия ватандашлары Украина Русиеге қаршы терактлар азырлағанына инанамы? Радио Свобода мұхбері Москва сакинлерінден сұрав кечірді. Если башлы инсанлар ве яшларының жаваплары фарклы еді. Средства массовой информации создают искусственный ажиотаж вокруг каких-то событий. И, как правило, они гипертрофированы раз в 10. То есть, на самом деле, может быть, и не было никакой попытки. То есть, это именно какие-то политические игры, которые направлены на то, чтобы саботировать население, которое, оно, видимо, не сильно в интеллекте, и по телевидению они воспринимают информацию чисто для себя. Верю. Потому что я достаточно долго уже прожил на этом свете. На Украине у меня есть родственники, в Крыму в частности, и знакомые. И я немножко изнутри эту систему вижу, даже чувствую. Поэтому я в этом почти не сомневаюсь. Я не верю в то, что украинцы могут, в принципе. Это добрый народ. Я просто Украине зачем нужно это делать? Делать какие-то теракты, мне кажется, бессмысленно. Верю. А потому что Украина, во-первых, восточную часть все время провокации сплошные делает против нас. Так? Против России. Поэтому они хотят еще, чтобы и в Крыму были всякие происшествия и так далее. Они хотят сами своих жителей, что ли, получается, взорвать? Украине, да. Нет, не верится. Буйсе сонки хаберымызыды, атер или олыныз, күрішмек үзре.